мен сіздерге кішігірім немді айтып кетейін. Жалпы маршрут қандай болды, немен ұштым, орташа бағалары қандай. Мен бірінші Түркістаннан Абу-Дабиге Wizz Airмен ұштым. Түркістан, Абу-Даби, Түркістан бағытында самолеттің билеттің бағасы 45 мың теңге болды, $100, 45 мың теңге. Мен Түркістаннан Абу-Дабиге ұштым. Абу-Дабиден Дубайға қарай автобуспен барып, Дубайда болдым 2 күн. Екінші күні Дубайдан Абу-Дабиге қайттан келіп, Абу-Дабиден Кутаисиге ұшып келдім. Ол да Wizz Airмен. Билеттің құны, мен алған самолеттің билеттің ең қымбаты сол 39 болды. 40 мыңнан ешқайсысы асқан жоқ. Сол ең қымбаттардың бірі осы Абу-Даби Кутаиси бағыты болды, 38 мың теңге, қателеспесем. Одан кейін Кутаисиге түнде ұшып келіп, ары қарай автобуспен Батумиға бардым. Батумиға жақсы негіз. Батуми мен ойлағандай, мен Батумиді ондай әдемі деп елестеткен жоқпын көзіме. Батуми өте керемет, әдемі екен. Егер таңдау болып жатса, Грузияға, Батумиға барайын ба, бармайын ба деген, ол кезде менің бере алатын кеңесім ол барыңыздар. Батуми өте әдемі, керемет. Маған ұнады. Батумида болып, сол күні Батумидан түнгі сағат 1-де Кутаисиге обратно автобуспен келдім. Сонымен Кутаисиден түнгі сағат 3-те Берлинге қарай самолетқа отырдым. Берлинде 3 күні Берлинге бардым. Берлинде мен негізі Шенген визамен Германия арқылы алғаннан кейін өте қатты қорықтым. Себебі кейбіреулер маған айтты, ұзақ тексереді. Мысалға сен визаға тапсырған кезде, жаңағыдай Германияда 5 күн боламын, Францияда 5 күн боламын, и обратно қайтамын деген сияқты не қылсаң, қайттан сондай брондарды сұрау мүмкін, қандай қонақ үйге жатасың деген сияқты сондай сұрақтар сұрау мүмкін деп біраз адамдар айтты, бірақ онда ешқандай болған жоқ. Менен сұрады, қанша күнге келдің және ары қарай қайда барасың? Мен айттым, мен саяхатым Дубайдан басталды. Дубайда 2 күн болдым, Грузияда 2 күн болдым. Енді қазір Шенген бойынша осы Германияға келдім. Бұл жақта 2 күн болам. Ары қарай жаңағыдай Франция, Испания деген сияқты елдерге жалғасады дедім. Сонымен жаңа ешқандай артық сұрақ қойған жоқ. Печатын қойып жіберді. Сонымен 2 күн Берлинде болдым. Берлин өте жасыл қала деп айтсам болады. Бірінші маған Берлинге барған кезде таң қалдырған нәрсе ол қаланың жасылдығы. Екінші адамдардың жаңағы велосипед айдау системасы, велосипедтерге арналған. Оны бірақ мен кейін түсіндім, Европаның барлық қалаларында негізінде қазір велосипед культурасы, жаңағы мотоцикл, мопед, солар қатты дамыған екен. Велосипедтерге арнайы дорожкалар істеп деген сияқты. Одан кейін Берлинде мен 2 күн болып, екінші күні кешке Парижге қарай самолетпен ұштым. Билеттің құны EasyJetпен ұштым. EasyJet билеттің құны где-то 28 мың төңірегінде болды. Парижге ұшып келгеннен кейін Берлинде негізі транспортный система өте оңай и өте жақсы дамыған Берлинде. Ал Парижге келген кезде жаңағы аэропорттан түсіп қалаға қарай баратын пойыз, метроның ақшасын сен бөлек төлейсің. Одан кейін ол кәдімгі жаңағы алатын сен метроға жүретін билеттердің бағасы оған жатпайды. Алатын жерде касса аэропорттан қалаға баратын пойызға билетті алатын жерде 2 касса істеп тұр. Кішкене сол жерлері не болды? Жағымсыз жағынан солар болды. Таудан биіктен төмен қарай түсіп келіп жатқанға құлағым бітіп жатыр. Бұлайша Парижге бірінші мен пойызға отырдым. Қалаға жеттім. Қалаға жеткеннен кейін әрине Париж өте әдемі қала. Көбісі айтады, жаңағыдай сасық қала, орықшылар көп. Әрине оның барлығы бар. Себебі сырттан келген адамдар жаңағы мәдениетті сақтаулығы кішкене не шығар, төменде болып жатқан шығар. Соған қарай ол кішкене ол жағы бар. Бірақ бәрібірде Париж өте әдемі қала. Қай жағына бұрылсан да негізі керемет суық. И Берлиннен кейін Париждің атмосферасы басқаша сезіледі екен. Егер сіздерде таңдау болып тұрса, Парижға барам ба, бармайын ба, менің кеңесім Парижға барыңыздар. Берлин енді міндетті емес деп ойлаймын, Берлинге бару. Енді ол ешкімнің арманы да емес шығар, мен ойбай Берлинге барғым келіп жүр деген сияқты. Сол сияқты Берлинге бару міндетті емес. Бір,
Парижге бірақ барыңыздар, өте керемет қала. Эйфель мұнарасы, Триумфальная арка, Монмартр, жалпы қаланың атмосферасы өз-өзіне ғашық қылады. Парижде мен 4-5-4 күні түсқайта ұшып бардым, кешке 4 болдым, 5 толық бір күн болдым. Одан кейін 6 күні түнде сағат 8-дер шамасында, 8-9-дар шамасында мен автобуспен Парижден Барселонаға автобуспен шығып кеттім. Автобустың жүретін уақыты 15 сағат деп көрсетіп тұрды. Одан кейін ол автобусының құны, қателеспесем, 16-17 шамасында. 16-17 шамасында. Біріншіден мен оны автобуспен жүріп көргім келді. Қалай автобус, бұл жақта Европаның автобусының системасы қандай екен, соны көргім келді. Екіншіден, мысалға мен Барселонаға түнделетіп ұшып барып, ұйықтап, ертесіне қаланы аралағанда мен бұлайша айтқан кезде тағы да бір артық қонақ үйге бір түнге төлегім келмеді. Себебі мен Барселонада жалдаған қонақ үйдің бағасы 39 мың теңге болды. Мен 6 күні Барселонаға автобуспен шықтым. Менің түсінігімде бұлардың автобустардың системасы біздің Қазақстанның пойыз сияқты екен. Мысалға, мен Парижден Барселонаға барам дегенше қасымдағы отыратын адамдар 3 рет ауысты. Біріншісі Тулузаға дейін бір адам отырды, Франция қаласы Тулуза. Тулузадан кейін тағы да бір жерде тағы басқа адам отырды, одан үшінші тағы да 3 адам ауысты қасында. Одан кейін әр 2-3 сағат сайын солай тоқтай беретін болғаннан кейін ұзақтау жүреді екен 15 сағат. Тағы қалай не айтсам болады. Одан кейін Барселонаға 7 күні азанда сағат 11-12 шамасына жеттік. Барселонаға 1 сағат қалған кезде жолда бір жерде тоқтайды екен. Құжаттардың барлығын бір тексеріп шықты. Ішінде отқан адамдардың полиция. Құжаттар тексергеннен кейін ары қарай автобус қалаға кірді. Автовокзалда түскен кезде сумкаларды жерге қойдырып, иттерге искетіп бір кіргізеді екен қала қарай кіретін кезде. Автовокзалға түстім, автовокзалдың зданиясынан қала қарай шығып жатқан кезде сумканы жерге қойдырады әр адамға. Ол жерде құжат ешнәрсе тексермейді. Сөйтіп иттер бір искеп тексеріп шығады. Барселонаға келдім, 7 күні Барселонада қондым. Барселонада Саграда Фамилия, Камп Ноу, тағы да сол сияқты аралайтын архитектура, Антонио Гаудидің архитектуралары барлығын аралап көріп шықтым. Әрине Барселона маған өзіме Париж сияқты ұнаған жоқ, бірақ осындай архитектуралардың арқасында ол да жақсы. Одан кейін Барселона кішкене бойдақтарға арналған қала сияқты, андай іші, шегу, қыдыру деген сияқты нәрселер көп сияқты көрінді Барселонада. Сондықтан мен сияқты ішпейтін адамға ол қала қатты қызық емес болды. Архитектура жағынан қызық, ал былайша қыдыру жағынан маған онша қызық емес болды. Сонымен 7 күні мен Барселонада қондым. Хостелдің бағасы 39 мың теңге болды. Ең қымбат жалдаған қонақ үй хостел осы Барселонада болды. Себебі мен Дубайда 2 күнге жалдаған, 2 түнге жалдаған қонақ үйдің бағасы 38 мың теңге тұрды. Ал Барселонада жалдаған хостелдің бағасы 1 түнге 39 мың теңге болды. Ең қымбат осы Барселонадағы болды. Менікі 7 күні Барселонада қондым, 8 күні түсте менде Женеваға қарай самолет болатын. Vueling деген авиакомпания, билеттің бағасы 25 мың теңге болды. Мен осы жерде кішкене билеттерді алған кезде кішкене қателестім. Мен Женеваға барып, Женевадан Лаутербрунненге пойызға отырып, сонымен Лаутербрунненде қонуым керек тұғын. Бірақ мен пойыздың билеттерді алып атқан кезде мен 8-іне Барселонадан Женеваға ұшып барып, 9-на Женевадан Лаутербрунненге билетті мен 9-ын алып қойғам. Сондықтан маған хостелді біріншіден отмена жасадым. Сөйтіп Женевадан хостел алдым. Женевада хостел қымбат емес, бағасы 15 мың теңге. Одан кейін мен Женевада түс қайта сағат 4-5-терде келгеннен кейін менде көп уақыт болған жоқ, 4-5 сағат. Жалпы қаланы көретін нәрселердің барлығын маған да енді бір жағы 4-5 сағаттың ішінде маған да ыңғайлы болды. Көретін Фонтан Жедо, жаңағы Женева көлі деген сияқты барлық көретін нәрселерін бір көріп шықтым. Женевада хостелде жатып, таңғы асымен бірге айтпақ, Женевада хостел таңғы асымен бірге 15 мың теңге.
азанда Женевадағы хостелден шығып Лаутербрунненге пойызға отырдым. Ол тікелей бармады. Ол үшін Женевадан Бёрнге, Бёрннен Интерлакеннен ары қарай Лаутербрунненге билеттің бағасы, пойыздың билеттің бағасы 30 000 шамасына шықты. Пойыздары өте керемет. Швейцарияда пойыз теміржол системасы жақсы дамыған екен. Себебі уақытылы. Ары кетсе 1 минут қана разница шығар. Мысалы сен келдің, екіншісіне пересадкаға сенде 4 минут уақытың бар. Сен келген кезінде екінші пойыз сені күтіп тұрады. Беймарал пойызға отыруға болады. Лаутербруннен енді Швейцария, мысалы бір әдемі табиғатты көретін болса, көбісі Швейцариямен салыстырады. Швейцариядағыдай деп. Ол бекер емес екен. Швейцарияның табиғаты енді ол бөлек әңгіме, өте керемет. Өз көзімен көрген кезде сол көзде түсінеді екенсің. Швейцарияның табиғатының кереметтілігін. Лаутербрунненде мен сағат 11:30-12 шамасына жеттім. Сонымен Лаутербрунненде мен хостел тағы да алмақшы болғам алдым. Бірақ ауа райы түс қайта сағат 4-5-тен кейін жаңбыр болғаннан кейін мен пойызға билетті сағат 4-ке алдым. Лаутербрунненнен Луганоға қарай. Ол да пересадкамен жүрдім. Лаутербрунненнен Интерлакеннен Люцерн, Люцерннен Луганоға қарай. Сонымен Луганода болып, Луганодан Миланға қарай жүретін автобусты мен 2 сағаттай күтуім керек болатын.